Сәлем, сабаққа қош келдіңіз. Бүгінгі сабақ бізде Instagram және TikTok жүргізіп табысқа шығу. Мен сіздерге табысқа шығу туралы айта кетемін. 500-700 мың теңге SMM мамандары қалай табатынын және де сізге керемет мықты схеманы айтамын. Видеоны осы схемамен сіз түсірсеңіз, парақша жүргізіп жатсыз ба? Сол парақшасында видеоны өзіңіздің парақшаны жүргізіп жатсыз ба? Сол жерде осы схемамен, дәл осы схемамен бізде көп қаралым болады. Және де оқырмандар бізге келіп тіркеледі. Осы схеманы айтқаннан кейін сіз түсіне кетесіз. Ең алдымен сіз осы сабақты соңына дейін көрсеңіз, сізге бір сыйлық бар. Оны сабақтың соңында сізге айтамын. Біріншіден, кіріспе. Сіз осы видеоны көріп отырсыз, өйткені мүмкін сіз SMM мамансыз қазіргі таңда, бірақ парақшаларды жүргізсеңіз, клиенттеріңізге парақшасын жүргізсеңіз, нәтижеге жетпей жатырсыз. Сосын сіздің табысыңыз сол 50 мың, 100 мың, максимум 200 мыңға дейін ғана жетеді. Парақшаны жүргізіп, нәтижеге жетпегендіктен бізде әрине клиенттеріміз көп ақша төлемейді. Нәтижеге жеткізетін ғана парақшаның бізге клиент сол ғана бізге дұрыстап ақша төлейді. Және де ол да басқа клиенттеріне айтып, достарына айтып, мына кісі күшті парақшаны жүргізеді, нәтижеге жеткізетіндей. Сосын сіз немесе осы SMM туралы естідіңіз және осы SMM арқылы табысқа шыққыңыз келеді. Сол 500 мың, 700 мың айына төлеп отыратындай осындай жеткіңіз келеді. Сол үшін сіз осы видеоны көріп отырсыз. Айына 300 мың, 700 мың теңге дейін табыс табу мүмкіндігі. Әрине ондай мүмкіндік бар. Біз жаңағы айтқандай парақшаны жүргізгеннен тек нәтижеге жеткізсек бізге төлейді. Клиенттер өте көп. Әрбір бизнеске парақшаны жүргізу керек. Әрбір специалистте парақша жүргізу керек. Олар түсінеді қазіргі таңда Instagram мен TikTok'ты осы арқылы, TikTok пен Instagram арқылы Reels бар, TikTok видео бар. Тегін жарнама сияқты шығып жатады, жай ғана дұрыс видеоны түсіріп. Осы бір күнгі біз схема туралы айта кетеміз. Сол схемамен дұрыс көп қаралым жинап қана бізде нәтиже болады. Сол клиенттер бізге ақша төлейді, біз тек нәтиже жеткізгеннен. Әрине сондай табысқа шығуға болады. 2-3 клиентті ғана алып, сондай табысқа шығуға болады. Көп қаралым алып келетін схема. Сол туралы анықтап сізге дұрыстап түсіндіріп беремін. Осы схеманы сіз болашақта өзіңіздің парақшаңыз, басқа парақшаны жүргізіп жатсаңыз, осы схемамен сіз керемет нәтижеге жете аласыз. Көп қаралым жинай аласыз. Және көп қаралым ғана жиналмай, оқырмандарыңыз өзіңіздің целевой аудиторияңызды өйстіп шақыртып өзіңізге тіркеледі. Енді SMM нарығының қазіргі кездегі шындығы. Көптеген SMM-шіктер жай ғана контент шығарып тұру жеткілікті деп ойлайды. Әрине олай емес. Біз 5-6 жыл бұрын Reels болмаған кезде, TikTok болмаған кезде енді о жақта фото салып қоямыз, видео кішкене салып қоямыз, сөйтіп реклама, блогермен ғана жұмыс істеп, көп ақшаны сөйтіп қойып қана біз осында сол кезде бір нәтижеге жете аламыз. Қазіргі таңда Reels бар. Reels керемет нәрсе. Дұрыс видео түсіріп, біздің мақсатты аудиторияға арналған видеоны түсіріп қана біз нәтиже болады біздің парақшамызда. Сол арқылы ғана біздің парақшамыз дамып кетеді. Сосын мобилографтар көп. Өте көп мобилографтар қазіргі таңда. Бірақ мобилограф әдемі видео түсіргеннен көп қаралым болмайды. Клиенттер маған көп жазады, мен мобилограф алып едім. Сол мобилограф видео түсіреді, бірақ қаралым жоқ. Әрине жоқ, өйткені мобилограф алгоритмдерін дұрыстап білмейді. Ол стратегияны құру туралы білмейді. Ол тек әдемі түсіріп бере алады, болды. Қазіргі кезде клиенттер іздейді, мобилограф, сіз көп қаралым жинайтын видео түсіре аласыз ба деп сұрайды. Ол әрине білмейді. Немесе иә дейді, сосын түсіргеннен кейін көп қаралым жоқ, сосын сау бол дейді. Мобилограф болу қазіргі кезде жай ғана жеткілікті емес. Сіз стратегия құру керексіз парақшаңызға, мақсатты аудиторияны анықтау керексіз. Соған дұрыс контент жасап қане біз дамыта аламыз парақшаны. Пост үшін пост. Біз тек жай ғана айына мен 10 пост саламын, сол жеткілікті деген ондай да жоқ, достар. Біз айына даже 5 пост салып, Reels видео болсын, мысалы ретінде айтамын. 5 видео салып, біз мақсатты аудиториямызға арналған сапалы видеоны салып, біз көп қаралым жинай аламыз. Ол жақта саныны маңызды емес, сапасы маңызды. Сосын, өзім туралы кіші пікірім айта кетейін. Мүмкін менің блогымды білесіз, менің есімім Елдос болады. Мен осы SMM саласында 6 жыл болды тәжірибе жинағанмын. Кезінде SMM агентствоны басқарғанмын, Қазақ ювелир деген сияқты парақшалар жүргізгенбіз. Сол компанияның Colliers Kazakhstan International, Maxart деген киім бойынша көп тәжірибе. Және де мықты строительный компанияның Бас деген строительный компания жүргізгенбіз. Олар виллалар сатқан 1 миллиондық. Соларды біз кезінде жүргізгенбіз. Соның арқылы
Осылай мен 6 жылдық тәжірибемен сіздермен осылай бөлісіп айтып отырмын. Және өзім парақшам бар, көргенсіз, Елдос Сан деген парақшам бар. Ол менде SMM бойынша парақшам, көп пайдалы ақпараттармен ол жерде бөлісемін. Және техноблог парақшасын. Бір ай ғана болды техноблог, 1,5 ай болды парақшамды ашқаныма. Қазіргі таңда ол жерде 38 мың оқырманым бар. TikTokта солай. TikTokта менде SMM бойынша 150 мың оқырман, ал техноблог бойынша қазіргі таңда 80 мыңға дейін жетті. Бұл осындай бір жарым айдың ішінде. Барлық өзімнің тәжірибемен бөліскенмен, өзімнің тәжірибем бар болғанымен. Сол үшін мен сізге осы туралы айтып отырмын бұл жерде. Енді сәтті видеоның құпиясы. Жалпы схема туралы қазір айта кетемін. Осы схеманы сіз осыны қазір айтып болғаннан кейін, сіз өзіңіздің парақшаңызда немесе видео біреудің парақшасын түсіріп жатсыз ба, осы схемамен біз көп қаралым жинап, біз оқырмандарды ол жерге әкелеміз. Енді бұл схеманы бізде видеоның басы бар және аяғы бар әрқашан. Біз жай ғана өйстіп отырып, саламатсыздар ма? Менің есімім Айдос, мен стоматологпын, 10 жыл болды мен өйстіп жүргізіп жатқаныма. Маған келіңіздер, мен сіздерге тістеріңізді дұрыстап күтімін туралы көрсетемін, айтамын, дұрыстап емдеп беремін деген сияқты. Бұндай әрине бұндай адамдар өйстіп көріп, сіз енді бір атақты, бір стоматолог болып жатсаңыз жарайды, атақты юрист, бір атақты адам болсаңыз жарайды, сізді тыңдайды. Бірақ видео олай ешқашан басталмайды, ондай видео болмау керек. Ең басындағы алғашқы 3 секунд ең маңызды. Достар, біз қазіргі кезде TikTok немесе Reels қарап отырған кезде, біз саусақпен бір үстіп қане істегеннен біз келесі видеоны көреміз. Келесі видео шығады. Адамдар қазіргі таңда ең басында 2 секундтың ішінде біз назарын аудармасақ болды, өткізіп жереді. Сол үшін жаңа айтқандай біздің видеоның басында таныстыру болмау керек. Видеоның басында таныстыру болмау керек. Видеоның басында біз айтпаймыз, саламатсыздар ма? Менің есімім Айгүл, мен юристпін, 10 жыл болды юрист болғаныма болды. Айгүл, сау бол, все, керек емес бізге. Адамдарға пофиг сіз кім екеніңізді. Адамдар сіз пайдалы ақпаратты бергеннен, өзіңіздің бір маман екеніңіздің жеткізгеннен ғана, сосын ғана түсіне кетеді. Біз бизнес парақша жүргізіп жатсыз ба? Пайдалы ақпаратты жүргізіп, специалисті жүргізіп жатсыз ба? Пайдалы ақпаратты біз беріп, сол жерде арқылы біз парақшаны дамыта аламыз. Осы жерде алғашқы 3 секундтың ішінде біз бір тақырыпты аламыз. Мысалға, стоматологтың парақшасын жүргізіп жатырмыз, сол Айдос стоматологтың. Біз бір тақырыпты таптық, күніне неше рет тісті жуу туралы. Біз басында осылай бастауға болады. Сіз күніне неше рет тісіңізді жуу керексіз, қазір сіздерге айта кетемін. Иә, бұл кішкене назар аударады бұл видео. Басында осы 3 секунд. Бірақ біз кішкене басқа жағынан айтсақ, мысалы былай айтсақ, сіз тісіңізді күніне 2 рет қане жуып жүрсіз ба, ол үлкен қателік. Осылай айтсақ, әрине қаралым болады, әрине назар аударылады осыған. Назарды аудардық. Ары қарай біз таныстыру. Біз таныстыра кетеміз ол жерде. Бірақ өмір баянымызды бүкіл айтып шықпаймыз ол жерде. Таныстыруды максимум 2-3 секунд, 5 секунд болуы мүмкін. Менің есімім Айдос, мен 10 жылдық тәжірибесі бар стоматологпын. Болды, жеткілікті. Ары қарай бәрін айтып жүрек жоқ, мен 10 жылдық тәжірибем бар, еще Нобелевская премиям бар, анау бар, кинодағы түскен, мынаны істеген керек жоқ. Оның барлығын сосын актуальныйдан көреді, ары қарай көреді. Бұл видеода тек қысқаша айту керекпіз. Сонда адамның миында қалады. Мынау Айдос 10 жылдық тәжірибесі бар. Сол үшін осы видеосын мен ары қарай көремін деген сияқты біз ары қарай назарын әлі де ұстап тұрмыз. Енді негізгі бөлімін болады сосын жаңағы Айдос біз түсіреміз. Осы күніне 2 рет қана емес, оказывается, біз әрбір тамақ ішкеннен кейін тісіңізді жуып отырсаңыз, сол дұрыс болар екен айтады. Иә, күніне 2 рет жусаңыз, ол да дұрыс. Бірақ сіз әр тамақ ішкеннен кейін жусаңыз, сонда сіздің күтіміңіз дұрыс боласың. Жалпы сол өзінің маман екенін сол жерде жеткізеді. Пайдалы ақпаратты беру. Және де пайдалы ақпарат бергеннен адамдар сақтайды, бір-біріне жібереді, комментарий жазады, лайк басады. Сол арқылы бізде қаралым болады. Алгоритм сондай нәрселерді ұнатады. Және сіздің видеоңыз соңына дейін көреді. Видеоны соңына дейін көру сол момент ең маңызды болып саналады. Сосын негізгі бөлімде біз айтып біттік. Енді біз специалист екенімізді жеткіздік. Активность ретінде сондай біз пайдалы ақпаратты бердік. Соңында бізде енді оқырман бізге тіркелу керек. Мүмкін уже тіркеліп қойды, лайк басып қойды, бірақ жеткізу керек, айту керек адамға. Көрерменге айту керек. Соңында біз CTA деген нәрсе бар. CTA деген call to action. Жалпы айтқанымен активностьқа шақырту. Біз айтамыз. Ең соңында жаңа негізгі бөлімді айтып шықтық. Ең соңында айтамыз. Достар, менің парақшама тіркеліңіздер. Мен түс күтімім туралы көп пайдалы ақпараттар беремін. Бол, пожалуйста, все. Адам сразу, все, окей, все, тіркелемін мысалға. Біз адамды шақыртпасақ, ол істемейді. Айту керек біз. Лайк басып, сақтап қойыңыз. Осы ақпарат сізге пайдалы болды. Немесе
сізге сіз тісіңізді 2 рет жуасыз ба немесе одан көп жуасыз ба, комментарийға жазып жіберіңіз. Айту керек соңында. Осы схемамен бізде қаралым болады, әрине. Біз ең алғашқы 3 секундпен біз назарын ұстап алдық. Сосын өзіміз туралы кішкене айттық. Негізгі бөлімде біз жеткіздік, біз специалист екенімізді, қалай сөйлейміз, қалай айтамыз, оның бәрін жеткіздік. Соңында call to action мен біз активностьқа осылай шақырттық. Осы арқылы алгоритм осындай видеоларды өте ұнатады. Адамдар да осындай видеоны соңына дейін көреді. Сол арқылы бізде көп қаралым болады. Осы схеманы парақшаны жүргізіп жатсыз ба, жаңа айтқандай? Соған істеп көріңізші, әрине нәтиже болады. Бірақ ол парақшада енді гифпен толып тұрған өтірік оқырмандар болса, ол жақта ешқандай, ол уже отдельная тема. Енді осы схеманы сіз қарап көріңіз. Қарап отырсақ, өте қарапайым нәрсе, қатты қиын емес. Осы схемамен сіз де өзіңіздің парақшаңыз, жаңа жүріп жатқан парақшаны істеп, видеоны түсірсеңіз, қаралым саны болады. Бұл бізде SMM-нің, бүкіл SMM бойынша білімінің тек 1-2 қане пайызы, достар. Оның ішінде стратегия құру бар, оның ішінде стористің жоспары бар, сондай білім ішінде болады. Мынау арқылы сіз көп қаралым ғана жинай аласыз. Енді кімге көбірек ақша төлейді? Қандай клиент кімге көп ақша төлейді? Әрине парақшаны нәтижеге жеткізгеннен ғана төлейді. Біз мысалы STO-ға барып, бізге двигательде бізде бір мәселе болып жатса, ол жақта біз беріп, бірті қарадым, неттім, все, двигателіңіз ары қарай дұрыс істемей тұрса, біз енді ақшасын просто так берген сияқты болады ғой. Клиенттер дәл солай. Парақшамды жүргізіп жатыр дейді, маған көп жазады сондай директке. Мына SMM маманы менде бар, парақшамды жүргізіп жатыр, уже 2 ай болды, салып жатыр, бірдеме салып жатыр, сторисқа, рилстарға бірдеме түсіріп жатыр, бірақ нәтиже жоқ. Сондай мәселемен келеді. Ақшасын просто так жіберіп жатыр. Ал сіз нәтижеге жеткізсеңіз, менің шәкірттерім осылай үйреніп алғаннан кейін ғана осылай нәтижеге жеткізе алады. Парақшаны дамыта алады, стратегиясын құра алады. Соған көбірек ақша төлейді. 200 мың, 300 мыңдай төлейді. Шақ клиентті алайықшы 200 мыңнан, уже 600 мың теңге сізге төлеп отырады. 3 клиентті жүргізу деген қиын нәрсе емес. Қиын нәрсе емес. Оның барлығын мен үйретемін. Клиентпен сөйлесу қалай, менімен оқысаңыз. Енді мен сізге өзімнің шәкірттерім туралы айта кетейін. Мен сізге айтқан, оларда табысы бар. Мысалға Айзат деген шәкіртім, оның қазіргі кезде табысы 600 мың, 700 мың теңге. Инстаграм жазып қойдың, оларға пожалуйста кіріп жазып көріңіз. Ол сізге де айтады оны. Ол Келінка деген парақшаны жүргізген, Муз кофе деген 91-ның парақшасын жүргізген, Келін деген Нұртас Адамбаевтың, сосын Асторг деген Комфорт Резорт Алакөл сол жақтан парақшасын жүргізген. Солай ол керемет нәтижеге жеткізіп, күшті осылай видеоны түсіріп, рилс қаралымдарын өсіріп, осындай табысқа шығып жатыр ол, осы арқылы. Сосын қазіргі таңда қарасаңыз, ол телевидениеде жүрмі, енді түсіріп жатыр, керемет нәтиже. Жалпы енді әрекет істеп жатыр. Сол үшін сондай нәтиже бар. Өзі де пысық бала. Сосын Дилнара деген шәкіртім бар мысалға, ол қазіргі 18-ге жаңа толайын деп жатыр. 17-те болған кезде маған осы 1 жыл бұрын келіп оқыған менен. Ол да сондай табысқа шыққан, 17 жасында сондай табысқа шыққан. Өзі де кішкене пысық. Кинкар деген сияқты, Сицилия парақшасын, Кинкар деген жаңағы шетелден, Кореядан, Қытайдан көп мәшинелерді әкеліп сатып жатыр ғой, сондай парақшасын жүргізіп, осындай нәтижеге жеткізіп, осындай табысқа шығып жатыр. Өзінің парақшасында өзіне деп жазып сұрай аласыз, бірақ өзінің парақшасын ол қатты дамытпайды. Ол көбінесе басқа парақшаларда. SMM маманың парақшасы мықты болу керек деген жоқ. Жүргізіп жатқан парақшалардың нәтижесі болса болды. Сол жеткілікті. Соны көрсетесіз болашақтағы жаңа сіздің клиенттеріңізге. Енді біз клиенттен 200 мың теңге төле деп тұрса, ол әрине сұрайды, сізде тәжірибеңіз бар ма деп. Қандай парақшалар жүргізіп нәтижеге жеткіздіңіз? Сол жерде SMM маманың нәтижеге жеткізетін парақшасы жоқ болса, онда клиент уже ойланып қалады да, жарайды басқа SMM іздеп көрем дейді. Так что нәтижеге ғана жеткізу керекпіз. Енді маған 2 жиі қойылатын сұрақ бар. Көбінесе ол, мен клиент таба аламын ба? Және маған қиын болмайды ма? Достар, ең бірінші сұраққа, мен клиент таба аламын ба деген, іздемеген адам ғана клиент таппайды. Бір кезде мен анализ жасағым, маған көп жазатын, клиент таба алмай жатырмын, мен SMM үйреніп алдым, қай жерде үйреніп алдым? Бұл 2000 теңгеге сатып алды, 2000 теңгеге сатып алған, 10 мың теңгеге сатып алған, сапасы сондай болады. Сол жерден сатып алдым, бірақ мен клиентті қалай таба алатын, қалай сөйлестім білмеймін. Ол жақта екені үйреткен жоқ, қалай клиентпен сөйлесетін. Мен үйретемін. Қалай клиентпен сөйлесеміз, не деп жазамын, ең алғашқы WhatsApp-қа жазған нәрсе не болады деген сияқты оның барлығын үйретемін. Іздемеген адамға не таппайды. Мысалға,
даже хотя бы 100 парақшаға жазып шығайықшы, 100 бизнесмендердің, специалистердің парақшасында дұрыстап, ұсыныс жасап, шаблондармен емес, ұсыныс жасап, парақшаның бір қателіктерін тауып, соған жеткізіп, мен парақшаны өйстіп жүргізсем осындай болады, мынандай болады деп кездесіп, сөйлесіп, сондай ғана біз 100 парақшаның ішінде әрине таба аламыз клиентті. 1-2 клиент ішінде таба алады. Кешірім. Сосын маған қиын болмайды ма? Достар, қиын болмайды ма дегенмен мен айтқан нәрсені сіз істесеңіз, әрине нәтиже болады. Біз іштемей, жасамай, іштеңке жасамай, біз тек қана видеоны көріп, болды, все, давай парақшаны жүргізем деп іштеңке істемесек, әрине ол парақшаны жүргізгеннен ешқандай нәтиже болмайды. Сосын бізде жасанды интеллект бар. Жасанды интеллект болып келгеніне бір-ақ жылға не болды. Мен қазір үйреніп алып, сізге де онда да үйретемін. Жасанды интеллект арқылы біздің жұмысымыз 2 есе, 3 есе оңай болады. Жасанды интеллект, мысалы, ChatGPT деген нәрсе бар. Біз сол жаққа дұрыс запрос жасақ, дұрыс жасау. Онымен де үйрену керек дұрыс запрос жасауға. Ол сізге контент жоспарында, идеяны да жазып береді. Қандай идея таппай жатырмын нетпенсің, соған да жазып берсеңіз, бәрін береді жасанды интеллект. Сонда бірақ дұрыс жазып қана нетсек, сізге дұрыс результат береді. Оны да мен үйретемін. Жасанды интеллект деген нәрсе, мен қазір күнделікті жасанды интеллектпен мен пайдаланып жүрмін. Даже просто так видеоны түсірейін десем, кішкене қызықты қылып түсірейін десем, басында мен сол жасанды интеллектке айтамын. Орысша ол, енді орысша қабылдайды ол жасанды интеллект, хотя бы орысша қабылдағанына рахмет. Какое мне сделать в начале видео, чтобы максимум внимания было деп. Жазып береді варианттар. Соның арасында табамыз. Достар, біз қиын бізге болмайды, өйткені жасанды интеллект если что бар. Так что қиыншылық ол жақта ешқандай жоқ. Әрине, әрекет, берекет. Әрекет жасасақ, мен айтқан нәрсені істесеңіз, онда нәтиже болады парақша жүргізгеннен. Сондықтан, достар, қорытынды және ұсыныс сізге, мен жаңа сабақтың басында айта кеткенмін, сізге сыйлық бар, 30% жеңілдік сізге сыйлаймын. Осы сізге менеджер жазса, сонымен хабарласса, сізге соған айтып кеттіңіз, мен сабақты соңына дейін көрдім, маған 30% жеңілдік беріңіз деп. Немесе сізге хабарласпаса, сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, осы жаңағы номерге жазып жіберіңіз, номерге WhatsApp-қа жазып жіберіңіз, айтыңыз, мен осы сабақты қарап шықтым, маған 30% жеңілдік бар деп. Сізге жеңілдік береді менің менеджерім сізбен сөйлесіп нетеді. Үй жұмыстарын біз барлығын осы курс кезінде мен барлығын тексеремін. Маған жіберетін боласыз, мен қарым-қатынас болады ол жақта. Мен байланыс болады. Ешқандай менде куратор сияқты дегендер жоқ. Мен тексеретін болам сіздің қай жерде қателігіңіз бар, қай жерін дұрыстау керек, мен айтатын болам сізге. Мен осы 6 жылдық тәжірибемен солай жеткізетін боламын. 45 күннің ішінде біз үйреніп шығамыз. Толықтай SMM маманы болу, сіз оқыған кезде уже ақырындап бірінші клиенттеріңіз тауып, уже табысқа шығатын боласыз. 45 күннің ішінде. Арғарай сабақ қалай өтеді, оның барлығын сіз менеджерге жазып жіберіңіз, сізге барлығын үйретіп кетеді. Сізде жаңағы Дилнара сияқты, Айзат сияқты табысқа шыққыңыз келсе, менімен оқыңыз. Осы SMM мамандықты болу туралы. Достар, назарыңызға көп рахмет. Осы жаңағы айтқан схеманы көріңіз, парақшаңызға істеп, сол видеоны түсіріп көріңіз, әрине ол жақта қаралым болады. Осы сіз жаңағы сияқты оқыңыз келсе, осы менеджерге маған жазып жіберіңіз. Менеджерге жазсаңыз, сізге жауап беріп, ары қарай айта кетеді. Көп рахмет сізге.